Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен түрік лимонадының рецептімен бөлісемін. Жасалу өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынады және табиғи өнімдерден жасалынады. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі 1 дана апельсин, 1 дана лимон, қант және 2 литр су. 2 литр суымызды қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін қантымызды салып, қайтадан отқа қойып 2 минут шамасында қайнатамыз. Екі минуттан кейін өшіріп суытамыз. Апельсин мен лимонның ащылығы кету үшін үстінен ыстық су құйып 15 минутқа қойамыз. 15 минуттан кейін бөліктерге бөліп турап шығамыз және ортасындағы дәндерін алып тастаймыз. Содан кейін блендердің көмегімен барлығын езіп шығамыз. Дайын болған массаны суыған сиропқа қосып, жақсылап араластырып 5-6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Бес-алты сағаттан кейін сүзгінің көмегімен ыдысқа құямыз. Осымен біздің лимонад дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!